Сәлем достар. Бүгін біз мынандай пазлдар жасап көрсететін боламыз. Пазлдар жасап ойнаймыз. Ура! Бұл пазлдардың бір жақсы бір жері былай құрастырылады. Әртүрлі нәрселер құрастыруға болады. Қазір дорожка жасаймыз, төрт бұрышты үйшік жасаймыз. Әртүрлі заттар жасап көретін боламыз. Және де осылардың ішіне домалақ, үш бұрыш, жұлдыз, әртүрлі формалар бар. Соларды да осылай салады балалар. Балаларға ойнағанға өте қызықты, өте уақытты жақсы өткізуге жақсы ойындардың бірі. Пазлдар құрастырайық. Ашамыз. Анеля, құрастыршы бәрін. Қой ағыл. Қой. Қойсайшы, Анеля, бізде осындай дорожка пайда болды. Мұны ұзын қылып жасауға, үлкен қылып жасауға да болады. Келесі біз жасаймыз. Мінекей біз мынандай кубик жасадық. Осындайлардың үлкенін де жасауға болады. Домикті жасауға болады. Мына жақтарын бәрін жауып қойып, есік сияқты ашып қойып, терезе есік жасауға болады. Балаларға өте қызықты. Екеуіне де қызықты. 1 жасар балаға да, 2-3 жасар балаға да. Және де бұлар өте жұмсақ. Үстінен басып жүргенге де күшті. Мінекей Данеля өзі еңбектеніп, өзі жасап жатыр. Ал Диана кішкене құртқанды жақсы көреді. Молодец, Данеля. Диана. Дианка. Біз үйде отырып, осылай әртүрлі ойындар ойнаймыз. Балалардың дамуына. Диана ғана отыр, билеп отыр. Әзірше осы. Молодец! Вау! Әнеке өзі құрастырып шықты. Өте ақылды қыз. Классно. Осылай ойнаймыз бір мезгіл. Балаларға өте ұнайды.
және де осы ойыншықтарды негізінде ойнатып болғаннан кейін тығып тастаса 2-3 аптаға шкафқа көрсетпей, кейін алып шыққаннан кейін шкафтан бір ерекше бір қызығушылықпен ойнайтын болады, бір жаңа ойыншық алып келгендей қызығып ойнайды. Осылай ойыншықтармен жақсылап ойнатып біз әртүрлі ойыншықтарын, әртүрлі осындай дамуына арналған заттарды қайтадан шкафчикқа жинап салып қоямыз. Кейін алып шыққан кезде қызығып ойнайтын болады. Өте прям яркий, красочный, түстері әдемі пазлдар. Біз мынандай мак сияқты құрастырдық. Өте қызықты болып шықты. Әлі ішіндегілерін салу керек. Данэлия секіріп ойнап жатыр. Мак секіріп ойнаған ғой садикте. Соған қарап Диана да секіргісі келіп тұр. Молодец! Өте қызықты видео болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Данди каналы. Қош сау болыңыздар.